Сәлем, бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай өте дәруменге бай 3 ғана ингредиенттен тұратын өте қарапайым, бірақ дәмі өте дәмді қызылшадан салат дайындайтын боламыз. Ол үшін қызылша қажет болады. Қызылшаларымыздың көлемі әртүрлі болғандықтан мен осылай ашып аламын да бөліктерге бөліп, үстіне салқын су құйып, 1 шай қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Орташа отта қызылшамыз піскенше қайнатып пісіріп алатын боламыз. Оған дейін бізге осы 4 алма қажет болады. 4 алмамыздың сыртын тазалап аламыз. Менде орташа көлемді алма болғандықтан 4 алма қолдандым. Сіздерде көлемі үлкен алма болса 3 алма қолдана берсеңіздер де болады. Міне дәл осылай алмаларымыздың барлығын тазалап болғаннан соң алмаларымызды кубик етіп турадым. Мен өздеріңіздің қалауларыңыз басқаша пішіндерде турай берсеңіздер болады. Мен жай ғана осылай кубиктеп барлығын турап шықтым. Достар, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздердің басқан лайктарыңыз және де жазған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Ал сіздерден қолдау болса, менде күнде осылай жаңа рецепттер шығатын болады. Әрдайым сіздерден қолдау күтіп қаламын, достар. Міне алмаларымыздың барлығын осылай кубиктеп турап болғаннан соң, ендігі кезекте қызылшаларымызды дәл осылай кубиктеп турадым. Айтып өткенде, ол өздеріңіздің қалауларыңыз, ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Бірақ та айта кететін бір жайт, қызылшаны қатты езіп жіберіп пісіруге болмайды. Піскеннен кейін сыраз алып алыңыздар, ыстықтай турасаңыздар да болады. Алмаларымызды және де осылай 1 банка жүгері керек болады. Жүгерімізді де саламыз да, өзіңіздің қалауыңызша майонез саламыз. Сіз көп салғыңыз келсе, көбірек сала берсеңіздер де болады. Мен осылай майонездерімді құйдым да, дәл осылай барлығы біркелкі болғанша араластырып алдым. Міне осылай араластырдым. Мен майонезін көп қосқан жоқпын. Осы жеткілікті болды. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Міне біздің дәруменге бай өте пайдалы салатымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Ал сіздермен кездескенше бізге ас болсын.